Әбу бір жағынан 4-5 күн сабылып қалған атын аяса, екінші жағынан елдің көзінен тығылғандай болмайын деген ойға жүгініп, жолшыбай түнеп шықты да үйге күндіз тал түсте келді. Әкесі көрер көзге бұрынғысынан гөрі батып бара жатқан күндей қызуы тайып, күші кетіп, кәдімгідей ауырлап қалған екен. Баласын көргенде күтіп жатқанын жасырмай қуанып кетті. Бірақ басын көтеріп отыруға шамасы келмей, кеберсіп қалған ерні әрең қимылдап, сыбырлай сөйлеп жөн сұрады. Көреген адам емес пе? Жылқыбайды бала-шағалары жердің түбіне қаңғыртып жібермей, босатып алатын о бастан ақ байқаған екен. Болған істің жайын естігенде байқағам дегеннен басқа еш нәрсе демеді. Әбу әкесі осы бір қауіпті істі құптады ма, жоқ қарсы ойда қалды ма, онысын аңғара алмады. Ілиястың адамдары әкесі үкіметке өткізіп берген малын қайтадан тартып алыпты деген хабар келгенде, Әбу онсыз да аурудан шаршап жатқан адамды бөгде сөзбен мазасын алып, шаршатып қайтем деп ойлады да, ол әңгіме жайлы әкесіне тіс жарып айта қойған жоқ. Әйтеуір кісі өлімі болмай, ел арасы дүрбелеңсіз тынышталғанына риза болды. Араға 3 күн салып, әкесі дүние салғанда, Әбудің басқа тіршілікті ойлауға уақыты да, көңілі де болмай кетті. Әулие тұтатын абзал әкенің өлімі жанына батқаны сонша, ол дүниеден безетіндей сезінді. Күн тұтылып, айнала қара түнек болып кеткендей көрінді. Опасыз дүние деген осы екен ғой деп, жер бетінің тіршілігін ойлауға мауқы болмай кетті. Өлімнің де сыйлы болатқаны артына абырой екен. Оны да Әбу осы жолы көрді, енді түсінді, енді байқады. Ел болып езіліп, ата салты бойынша улап-шулап, көңіл білдіріп жатқаны өзіне де, анасына да, Нұргүлге де үлкен мият болды да, бойға қуат, жарымдалып қалған көңіліне арқау болған сияқты сезінді. Өлгеннің артынан өлмек жоқ деген де сөз рас екен. Оны да осы жолы терең түсінгендей болды. Әкесінің жетісін беріп болғаннан кейін әркім өз тіршілігімен болып кетті де, келетін кететін адамдардың да аяғы сереп, тірінің тіршілігі қайтадан басталды. Нұргүл екеуі анасының сөзін жоққа шығармай, жетісін таратқан соң, көрпе жастық, киім-кешекті сыртқа шығарып қағып, күнге жайып дегендей үйді жинап, отбасын қалыптасқан тәртіпке келтірді. Неше күн жөнді ұйқы көрмеген Әбу сол күні ерте жатты да, ертесіне күн әбден көтерілгенде барып, бірақ оянды. Суға қанған егістей жайқалып, суған аттай тынығып, бойы серігіп қалған еді. Есік алдына шыққанда, анасы мен жарының бір нәрсеге әбігерленіп тұрғанын бірден байқады да, жүрегі дүрсілдеп сала берді. Ел арасына тағы бір жамандықтың болғанын аңғарды. Ол не? Мейірбек, деді Нұргүл көз жасы жасаурап. Әбу әңгіменің төркінін бірден түсіне кетті. Қап бәлем, айтқанын бәрібір істемей қоймаған екен ғой. Ілияс әкесін босатып алған түні, енді Мейірбектің тәубесін аузына бір түсірсек, жөнімізбен кете барамыз деген еді. Әбу Ілиястың бұл ойына көпе-көрнеу қарсы шыққан. Қайтесің оны, елдің іші онсыз да бүлініп, әбігер болып жатқан жоқ па? Бір ақмақпен қағысамын деп, қарапайым елге зиянымыз тиіп кетіп жүрмесін деген. Анау күні берген уәдем бар емес пе? Сенімен бір кездесемін деп, ол бәтшағар күтіп отырған шығар. Жігіт емес екен деп өкпелеп жүрсе ұят болар. Ел мені нашар жан екен деп ойлап қалмай ма? Бетінен алып төсіне шапқан Мейірбекке тиісуге батпады деп қорласа қайтем. Уәдеде тұрмау адамгершілікке де, жігіттікке де жатпайтын арам мінез емес пе? деген Ілияс мырс күліп. Үкіметтің сөзін сөйлеп, бетіме қарағанның бәрін қырам да жоям дегеннің әділеттікке жата қоймас. Оны ел де жөн көре қоярым екен, деген Әбу даусын әдейі жолдастарын бәрі естісін дегендей көтере сөйлеп. Жоқ, Мейірбектің жөні басқа. Оның үстіне елдің көпшілігі оның желөкпелілігін қаламайды.
қайта өзіне де сол керек деп менің істегенімді құптап қарсы алса не демексің? Оның жынын қағып жіберсек, елдің көңілі орнына түсіп, құлағы тынышталмай ма? Екіншіден, ол маған не істемеді? Ал бізден ол не жамандық көрді? Басыма іс түскенде бұралқы иттей етегімен алған ақмақты бір тебуге жарамай, кегімді жіберетін ол сонша кім еді? Мен кіммін? Дегенмен артын ойлана істегенің жөн болар. Әбу, сен бұл іске араласпай-ақ қой. Менімен шекіскісі келіп арқасы қысып жүрген немеге ара түскендей болып қайтесің, деген Ілияс. Ілияс мейірбекті бала-шағасының көзінше тырдай шешіндіріп сабап, тауға апарып өлтірем деп байлап алып кетіпті, деді қобалжи сөйлеген анасы. Оның үнінен араша түс деген тілек естілгендей болды. Оны кім айтты? Кім айтушы еді? Үйдің іргесінде болған істі, шырт ұйқыда жатқан жерінен үстіне басып кіріпті де, мейірбек қарсылық көрсетпек болған екен, Ілиястың өзі ұрып жығып, киімін де киюге мұрша бермей алып кетіпті, деді Нұргүл. Бала-шағасын үйіне қамап, таң атқанша шу шығарсаңдар қырып салам деп үрейіп алып, есін шығарыпты. Қасындағы жігіттерінің кім екенін әйелі байқай алмапты. 10 шақты адам көрінеді. Ілияс өзі. Ертең елге Ілияс келіп алып кетті деп айт, депті әйеліне, деді анасы. Әбу не дерін білмей қалды. Өлтірмейді, деді ол біраздан соң анасына қарап. Не деп өлтіреді? Көп болса кеткен кегін қайырмақ болған шығар, иттің өзіне де бар, орынсыз апылдап. Мейірбек сөзге келген көрінеді, деді Нұргүл, бауырына ара түскісі келген түр танытып. Әйтеуір аман болса болар еді. Ол ағасының ісін бір жағынан құптайтын сияқты, екінші жағынан кісі өлімнен қорқады әрине. Әбуге қояр қолқасы да сол ғана. Әбу үндемеген бойға үйге қайта кірді. Түс ауа тұнжыраған бетін өзгертпей отырып түстенді де атына мінді. Қас қарая Әбудің алдынан тосып жүрген кісідей серік шыға келді. Артымыздан шығама деп қарауыл қарап жүредім, деді ол, үнсіз иек қағып амандасқан Әбуге. Тау сағасына жақындаған сайын қарағайдың иісі мүңкіп ерекше әсер етіп келеді. Қосқа жеткенде Әбудің жолшыбай серіктен білгені, Ілияс алғаш мейірбекті әйелінің көзінше аяғына жығып, кешірім сұратып, ашу шашқан боп қана кетпек болған екен. Бірақ мейірбек кешірім сұрамақ түгіл, бет қаратпай дүрсе қоя беріп, байлаулы қабаған иттей арпылдап, аузына келгенін айтыпты. Контра депті. Мені өлтіргеніңмен Совет үкіметін өлтіре алмайсың, депті. Мына сөзді естігенде күйіп кеткен Ілияс, Совет үкіметінен садаға кет, егер Совет үкіметі сен болсаң, ондай үкіметтің итке де керегі жоқ, депті де мейірбекті ұрып жығыпты. Мейірбектің әйелі шошып кетіп, еңірей жылап бастаған екен, ашуына мінген Ілияс, бәріңді бауыздап кетем, өшірініңді, дегенде барып, мейірбек қыз балығын басып, жөнге келген түр танып тұтыпты. Бірақ қаһарына мінген Ілияс, енді сені бұралқы иттей ерінді кебістіріп, аштан өлтірем деп мейірбекті байлап алып кетіпті. Әбу мейірбекті мұндай өжет мінез көрсетеді деп ойламаушы еді. Оның мына қылығына бір себептен іштей риза болып қалған сияқты. Бәрібір өлер жан біреу болған соң, ер адамға арын, намысын сақтай білгенге не жетсін, деп түйдіде ол. Ілияс Әбудің салқын қабағынан оның ой төркінін бірдей аңғарды. Әбу де алғаш аман саулықтан асып сөз айта қоймады. Біраз уақыт ұйқыдан жаңа оянғандай тұнжырап отырды да, серіктің қолынан сусын ішкеннен кейін барып тілге келді. Ілияс, саған менің бір сұрағым бар, соған әділ жауап берші. Осы кекшілдік жігіттікке жата ма, мейірбекке не істемексің, деді ол, үні құлаққа зілді тиді. Мен кек алайын деген жоқпын, жынын алайын деп едім, ол жел өкпе ақмақтың. Итпен ырылдасып адам болмайды деуші ме еді. Ит тақымыңнан алып жатса таяқ жұмсамаушы ма еді.
Әбу басқа сөзге келген жоқ. Ілиястың өлімге жол бермейтінін түсінді де, сенің сөзіңнің де жөні бар-ау дегендей түр көрсетті. Оның жадырай түскенін байқаған Ілияс та көңілденіп кетті. Қайтесің, оның бала-шағасын көз жасын мойныңа алып, деді Әбу жылы үнмен, өтініш білдірген түр танытып. Ілияс жеңіл ғана езу тартты. Бала-шағасы оған керек болмаса, маған керек болуы міндетті ме? Дей салды ол. Ел де дұрыс көрмей жатыр, Нұргүл дей беріп еді, Ілияс сөзін бөліп жіберді. Онан да соны айт, елдің жөні бөлек. Қайда ол ақымақ? Қарағайдың түбінде құрым киіздің үстінде байлаулы жатыр. Егер шынымен ара түсуге келіп тұрсаң, бердім билігінің өзіңе. Бірақ артынан сенің балашағыңды қан қақсатып жүрсе, себебін менен көрмессең болғаны, ондай бәтшағарлардың рахметі болмайтынын есіңде болсын. Әбу жарықтай Мейірбектің көзіне көрініп, жақсы атанғандай болғысы келмеді. Ілияс та бұны жөн көрген сияқты. Кешке тамақтан соң жігіттер біраз ырду-дырду болып көңіл көтеріс барып жатып, ұйқыға кете бергенде, Әбу Мейірбектің қасына барды да үнсіз байлауын шеше бастады. Сол сәтте Мейірбектің денесі дірілдеп тұрғанын аңғарды. Бірақ тілге қойған жоқ. Таудың салқын ауасы болған соң суытып дірілдеп тұрма, жоқ өлтіретін шығар деп қауіптенді ме екен деп ойлаған Әбу мойнына қол жіберіп байқап еді, денесі сұп-суық екен. Бұл да адам ғой, бұған жан керек емес қой дейсің бе? Өзі де осы байлауда жатып, талай нәрсені ойлап толғанған шығар-ау. Қанша ақымақ болса да, енді біреуге тиісерде артын ойлайтын болған шығар. Мейірбектің біреу үнсіз келіп, байлап тастаған қыл арқанның ұшын қолына алып шеше бастағанда күдікті ойға кеткені рас еді. Бұл кім болды екен, неге бүйтті деген ойлаған Мейірбектің көңіліне шынында да өлтіргелі келген екен деген ой келді. Мына жауыз елдің көзіне жеке басының кегін алғандай болып көрінгісі келмей, байқаусызда оққа ұшқан адам етіп көрсеткісі келсе керек сірә. Алланың жазмышы осы болса, нар тәуекел. Бірақ қолға құтылып кетудің жібінің ұшы тигендей болса, бұлқынып түн жамылып қашып кетудің қамын ойлап көрейін деген шешімге келді де істің артын күтті. Қол аяғын босатып, адам тілге келгенде барып, денесі дір ете түсті. Бұл не, тәлкіге ме, жоқ әлде шынымен жәрдемге келген адам ба? Қапталда судың бойында шілдеуірлі торы ат тұр, деді Мейірбекке қолын шешкен адам. Оның үнінен енді құтылып кетудің шарасын көрмесең, өз обалың өзіңде дегендей естілді. Сонан соң жақсылық істеген адам кетіп қалды. Айнала тым-тырыс. Я, қаш деп тұр. Даусы да таныстау ма, немене деп ойлаған Мейірбек бойын жазып, істің артын аңдып біраз тұрып еді, жатын орын жаққа қарай кетіп бара жатқан жалғыз адамның тырсылынан басқа ешқандай бөтен қимыл сезіле қоймады. Нар тәуекел, артын көре жатармыз деп шешкен ол, аяғын аңдып басып, сайдың табанына қарай бет алды. Әлгім адамның айтқанындай су бойына жақындап келгенде жайылып тұрған аттың дыбырын естіді. Шілдеуірлі жануардың жүргені басында екен. Жайдақ аттың үстіне қонғанда барып бағана ойлаған қауіп Мейірбектің бойына қайта өрбіді. Таудың салқын түнінде байлауда тұрып, қаны ұйыңқырап қалған денесі қимылдаған сайын шиырға түсті. Ол енді не де болса тірідей қайта қолға түспеудің қамына кірісті. Жорытқан адамның қашаннан мықты атқа ерекше көз тігетіні белгілі ғой. Мейірбек мінген торының да белі мықты, еті тірі екен. Жайдақ аттың үстіне орныққан ол ылдиға қарай біраз жүріп барып, төмен қарай құлап ағып жатқан кішкене өзеннің арасына түсті. Сонан соң атының басын тартып, айналасына құлақ салып еді, судың сылдырынан басқа дыбыс естіле қоймады. Енді із тастап құтылып кетуге тырысайын деп шешкен ол, атының басын кілт кейін тауға қарай бұрды. Ағын суының арнасымен жүріп отырып, қалың қарағайдың ішіне іліккенде барып, аттың басын
бөктерлерге бұрды да батыс жақты бетке алды. Сондағы ойы, егер Ілияс шынымен қуып жетіп өлтірмек болған арам ой болса, мені тезірек ел шетіне жетуге тырысады деп түйіндеп, жігіттеріне жазықтан алдымды тостырып қойған шығар. Оның түнгі барлаушылары тірі жанды сұраусыз жібере қоймас. Не де болса асықпайын. Менің құтылып кеткен соң бандының жатқан жерін шамасын бастықтарға жеткізгенімді де біледі ғой бұлар. Орынсыз тұзаққа түскенде болмай, жерге жарық түскенше қарағайды паналай тұрайын. Қайта күн шыққан соң қуғын болса биіктеу жерге тығылып, аңылысын аңдып байқайын дегені еді. Таң атқаннан кейін де Мейірбек тізгінін ірке қоймады. Қарағайды жамылып, Ілиястарының қосынан алыстай үсті күн ұясына қарай қайта еңкейгенде барып, белі босай бастаған атының басын тартты. Осылайша ол, енді олар мені таба алмас деген сенім бойына әбден өрбігенде барып, атын тынықтырды. Біраз уақыт атын суытып жайып, өзі қалғып алғаннан кейін түнделетіп жазыққа түсті де, жолсызбен тура жүріп отырып, таң қылая аудан орталығына қарай бір-ақ тартты. Сол-ақ екен ел арасында. Ілияс Мейірбектің біраз жынын қағып алған соң, бала-шағасын обалын ойлап босатып қоя беріпті деген әңгіме дүр ете түсті. Тіпті жаяу қаңғытпай Мейірбекке ат мінгізіп жіберіпті. Мейірбектің жанын әбу алып қалыпты. Ендігіден былай елге тіл тигізсең, тіліңді кесіп алам депті Ілияс. Деген сияқты неше алуан алып қашпа әңгіме етек жайып шыға келді. Ол әңгіменің қайсысы рас, қайсысы өтірік, оны кім білсін. Артынан іле-шала Мейірбек қашып барып аудан орталығына тығылыпты. Мейірбек Ілиястың жүрген жерін тауып берем деген екен, милицияға қызметке алыпты. Мейірбек Ілиястан іш жиып үйінде түнемейді екен деген сияқты неше алуан әңгімелер де болып жатты. Арада көп уақыт өткен соң, әңгіменің сәду рас өтірігін қайдан білсін, болған істі байыптай келе түйгенін, Ілиястың Мейірбекке зақым тигізбей босатып қоя берген себебі елдің ой парасатынан сескенген шығар деген пікір болды. Я, артынды да ойлаған, кегін де алған, Ілиястың жігіттігі де, әділеттілігі де бар адам болып ел көзіне тағы бір көрінгені байқалып тұр ғой, деп ойлады Сәду.